Аю еті неге ем? Аю биік таулы, орманды өңірлерде мекендейді. Алтай, Тянь-Шань тауларында, әсіресе Алтай тауларында көп болады. Аю еті нығыз, талшықтары жуантық келеді. Ет құрамында 63,85% су, 7,27% белок, 26,79% май бар. Тәтті дәмді, жылы райлы болады. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Көп кекіру, асқазан қыжылдап жайсыздану, жұмыршақ ауруларына. Бір кесім яғни 200-300 грамм етті ұсақ турап, өз майына қуырады. Үстіне су құйып, баппен баяу қайнатып пісіріп, бірнеше рет жесе жұмыршақ, ішек жолдарындағы желді айдайды. Көк бауырдың қызметін күшейтеді. Видео пайдалы болған болса, онда туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Бұл видео танысу сипатына екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.